Армысыздар құрметті оқушылар, мен есімім History Әлібек, және мен историка курсының видео сабақтарына қазір обзор түсіретін боламын. Обзор, жалпы айтқанда, любой курстың, ұбт онлайн дейтін курстың әлбетте видео сабақтары бар. Бірақ та көбісінің видео сабақтар қызықсыз да, презентациямен бүйтіп түсіре салады, көрсете салады. Алайда историка курсының видео сабақтары керемет. Неге? Өйткені біз өзіміздің видео сабақтарымызға кәдімгідей энергия кетті, уақыт кетті, және де ең бастысы тарихқа деген махаббат кетті. Енді видео сабақтарға обзор түсіретін емес бұрын құрметті оқушылар, мына нәрсені ұғып алыңыздар. Біздің видео сабақтарымыз 24 минуттан аспайды. Неге? Себебі біз видео сабақтарымызды андай физика емес, химия емес, математика емес, ол жақта есеп шығаратын. Ол тарих. Тарихта бұл жерде тек қана ақпарат, тарихи оқиғалар, максимум карта, жылдар. Сондықтан да оқушыларға видео сабақтарды 24 минуттан асырып түсіндіретін болсақ, оқушылар шаршап ұйқысы келетін болады. Сондықтан да тарихтан Гарвард методикасы бойынша видео сабақтар 24 минуттан аспаған жөн. Енді видео сабақтарын полностью анализ және де обзор жасасақ. Екіншіден, енді бүкіл видео сабақтарды өзім монтаждағам, өзім түсіргем. Сондықтан да құрметті оқушылар, мен өзімнің тарихтан видео сабақтарыма киноның үзінділерін қосам. Киноның үзіне құдайға шүкір, не көп, кино көп. Сондықтан да керекті кино үзінділерін қосып, оқушыларға тарихты одан сайын есте сақтайтындай қылып, сол бір кезеңге кәдімгідей бір оралатындай қылып, сол бір кезеңге түсіп кеткендей қылып, кино үзінділерін қосып, оқушыларды тарихты қызықтырам. Енді осыған Шыңғысхан естіген кезде қалай қабылдады? Давайте соны көрейік. Қалған біреуі жоқ. Қайырхан олардың бәрін қала алаңына әкеліп тізді және оларды моңғолдың тыңшылары деп жариялады. Сонан соң бәрінің бастарын кесіп, ел көретін жерге үйіп қойды. Қандай сұмдық. Оларға қарауға дәтің шыдамайды. Сол бір керемет кезеңді деп кәдімгі Керемет Жәнібектен сұраған болды. Сол бақытты ұлыс қайда? Батамды берейін Жәнібек. Жаңғыртшы ұлысымды. Кино үзінділерінен бөлек, біз видео сабақтарға сондай искусство интеллекттің элементтерін қосамыз, искусство интеллекттерді қосып, видеоларын қосып, оқушыларға түсінбей жатқан бір тақырыптарды одан сайын түсінуге тырысамыз. Бізде ұбт базасынан сұрақ болды. Ежелгі түрік қолжазбаларының құпиясын кім ашты десеңіздер, Томсон ашқан. Қай жылы ашқан? 1893 жылы ашқан. Мен Вильгельм Томсон. Ежелгі түркі қолжазбаларының құпиясын аштым. Алтайдан оңтүстікке және Памирден шығысқа қарайғы аумақты Орталық Азия деп атаған болды. Орталық Азия, Алтай және Памирден шығысқа қарай аумақ. Одан кейін видео сабақтарымызға сондай-ақ біз өзіміздің археологиялық видео сабақтарымызды қосамыз. Яғни мен өзімнің командамен Сығанақ, Сауран, көп деген музейлерге де барып, әжептәуір бір ежелгі қалаларға да барып, сол жақта түсірілім жасап, сол түсірілімдерді мен өзімнің видео сабақтарыма қосқан болатын. Не үшін? Оқушылар тағы да сол бір тақырыпты дұрыс түсініп, кәдімгідей тарихты елестете алу үшін. Сыр бойындағы Сығанақ қаласы Қазақстанның оңтүстік аймағында орналасқан болатын. Енді Сығанақ қаласы 11 ғасырдан бастап, құрметті оқушылар, Қыпшақ хандығының астанасы ретінде таныла бастады. Кейін моңғол шапқыншылығына ұшыраған болатын. Нақты айтатын болсақ, 1219 жылы Жошы осы Сығанақ қаласына өз елшілерін жіберген болатын. Сығанақ қаласы сіздер соғыссыз маған берілді деп. Бірақ Сығанақ қаласының сол кездегі билеушілері Жошының жіберген елшісін өлтіргеннен кейін Жошы Сығанақ қаласының басып алды, үлкен шапқыншылық бастады. Нәтижесінде 7 күн 7 түн ішінде Сығанақ қаласын Жошы хан басып алған болатын. Ең бастысы басын батысқа қаратқан болатын. Мынау бізде Алакөл мәдениетіне жатқызады. Көріп отырғаныздар, мәйітті таспен қоршаған, мынау мәйіт. Мәйіттің ішінде, құрметті оқушылар, шынтақ бүгілген. Шынтақ бүгілген, көрдіңіздер, адамды сол қырымен жерленген және басын батысқа қарай бұрған. Яғни шынтағын бүгіп, сол қырымен жатқызып, басын батысқа қарай жатқызған мәдениет қай мәдениет десеңіздер, міне осы мәдениет Алакөл мәдениеті. Міне адамды осылай жерленген болады. Енді құқықтан мүлде бөлек, құқықтан бізде видео сабақтарда сериалдар бар. Яғни бір белгілі бір сериалдар түсіп, біз құқықты кәдімгідей сериал арқылы түсіндіреміз. Егер біз тарихта видео сабақ, киноның үзінділері арқылы, искусственный интеллект арқылы, археологиялық видео сабақтар арқылы түсіндіретін болсақ, құқық мүлден бөлек сериал арқылы түсіндіреміз. Эмансипация деген ұғым бар. Бірінші жағдай, эмансипация үйленген кезде керек.
Бұл жігіттің аты Құдайберген. Ол 16 жаста. Ал мына жігіттің аты Бұл жігіттің есімі Құдайберген. Ол 16 жаста. Ал бұл қыздың есімі Зарина. Ол 21 жаста. Осы екеуі белгілі бір жағдайлармен, соттың шешуімен неке қарым-қатынастарына тұратын кезде бұларға әрекет қабілеттілік 16 жастан бастап беріледі. Бұл бірінші мысал. Құрметті оқушылар, біздің видео сабақтарға біз сондай-ақ мықты презентацияларға, әдемі презентацияларға картаны қосамыз. Бүкіл карта бұл біздің дизайнердің істегені, біздің карталар сияқты картаны ешқандай тарихи курстан таппайсыздар. Сол карта арқылы біз сіздерге сабақ түсіндіреміз. Үшті одақ кезінде карта осындай болған еді. Міне итальян көріпсіздер ғой, итальян границасын. Кейін төртті одақтың кезінде карта осындайға ауысып кеткен болатын. Міне, яғни төртті одаққа міне Болгария қосылды, және де Осман империясы болды. Картаны назар көрейік. Міне мына ғұн мемлекеті. Бұл ғұн мемлекеті қандай ғұн мемлекеті? Солтүстік ғұн мемлекеті. Осы солтүстік ғұн мемлекетіне постоянно кімдер соғыс ашқан болатын? Міне үйсіндер соғыс ашты. Міне мына жақта UAG және біз айттық, UAG мемлекеті қай жақта өмір сүрді дегенде оңтүстік шығыс Қазақстан жақта өмір сүрді. Біз кейбір видео сабақтарға, қиын-қинау деген видео сабақтарға, кейбір видео сабақтарға кәдімгідей тест талдаймыз. Әсіресе бұл дүниежүзі тарихынан өте қатты актуальды. Так, жылқыны қолға үйрету бізде, жылқыны бізде ең алғаш Ботай деген қала шықты, қолға үйретті. Ботай мәдениеті, ал Ботай мәдениеті қай жерде орналасқан? Ботай мәдениеті солтүстік Қазақстанда орналасқан. Төртінші сұрақтың жауабы Д. ЕКБ бізде қандай өзгереді десеңіздер, Еуропалық экономикалық қауымдастық. Демек, Еуропалық экономикалық қауымдастық 1957 жыл құрылады деген сөз. 1957 жылы. Дәл сол жылы Еуроатом құрылған болатын. 1957 жылы. Міне, құрметті оқушылар, бұл біздің видео сабақтарға қысқа обзорлар.